Қайырлы күн, достар. Эскимо балмұздағын еске түсіретін тәтті бәліш дайындайтын боламыз. Әуелі дайын бисквитті алып, ұсақтап турап аламыз. Содан соң 200 граммдай ерітіп алған сары майды және қойытылған сүтті қосамыз. Қоймалжың массаға айналғанша араластырамыз. Дайын массаны арнайы қалыптарға салып, әр бөлігіне таяқшаны тығып, мұздатқышқа 2 сағаттай қоямыз. Салқындаған соң алып, ерітілген шоколадқа салып, тарелкаға орналастырамыз. Құлпынаймен сәндеп, дастарханға ұсынуға болады. Міне достар, өте керемет, дәмді, қантсыз эскимо тәтті бәліші дайын болды. Шаймен ішуге, қонақтарға ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.